Каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге шығыс салаттарының бірі табуле деп аталатын белгілі тіске басар салаттың рецептін ұсынамын. Ең алдымен бір кесе кускустың үстіне тұз салып, қайнап тұрған суды құйып, су кускустың үстіне кішкене ғана басып тұратындай болуы керек. Бетін жауып 5 минутқа қойып қоямын. Қызып тұрған табаға май құйып, пиязды турап саламын, қуырамын. 1 шай қасық томат пастасын салып, араластыра отырып, пияз жұмсарғанша қуырып аламын. Дайын болған кускусты ыдысқа саламын, жаңағы қуырылған пиязды саламын, араластырамын. Майдалап туралған аскөкті салып, тағы да араластырамын. Бұл салаттың басты 2 ғана ингредиенті балғын аскөк пен булгур болып табылады. Кускустың орнына майдаланған булгурды да қолдануға болады. Зәйтүн майын құюға да болады. Менің жағдайымда кішкене күнбағыс майын құйып, жақсылап араластырдым. Туралынған қызанақты саламын. Қызанақ балғын болса, дәмдірек болады. Барлығын тағы да араластырамын. Бұл салатты ыстық етіп те, салқын кезінде де жей беруге болады. Осымен салатымыз дайын болды. Каналыма қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Ең соңғы бір ингредиент ол лимон. Лимон шырынымен ұсынған жөн. Маған сеніп, менің видео рецепттерімді көріп жүргендеріңізге рахмет айтамын.